Сардаланың төсін жайлаған елдің бірі Сарой ауылдық округі. 1959 жылы қой совхозы болып жасақталған ауылға ұлы Абайдың есімі берілген болатын. Шағырлой, Көздіқара, Жаңақоныс және Қызылтаң секілді 4 елді мекен арқылы 4 құбыласы түгелденген жайлы қоныс. Орталығы Шағырлой ауылы. Жымпитымен көршілес Қаратөбе ауданын жалғайтын тас жолдың дәл алқымында орналасқан. Сарой ауылдық округі әкімі Жакиев Айбол Каримұлы 910 тұрғынмен 196 аула тіркелген. Соның сыртында деген ауылдық округ бойынша 29 шаруа қожалығы, 27 кәсіпкер бар. Сонымен қатар бір жауапкершілігі шектеулі серіктестік жұмысын жасауда. Мал бағып, шаруасын дөңгелентіп отырған берекелі ел. Саройда жаңа пәтерлерде бой көтеріп жатыр. Атап айтсақ, Шағырлой мен Көздіқара ауылында жаңа қоныстардың қабырғасы қаланып, тұрғындар игілігін көруде. Әкімнің айтуынша, ауылға электр торабының, сондай-ақ медицина мамандары ауадай қажет. Бұл мамандар отбасымен көшіп келсе тіптен жақсы болары ақиқат. Осы ретте қаладан ауылға жобасы бойынша қоныс аударған жандарға баспана беріліп, мал жанмен де қамтамасыз етіледі. Ауылдың түтінін көбейткенге не жетсін дейміз. Жері де құнарлы, егінге, бау-бақша өсіруге әбден қолайлы. Көптеген аулаларда жер асты суынан тартылған ұңғыма құдықтар орнатылған. Суы тұщы, шаруашылыққа тиімді. Абай атымен санада қалған Саройда 2 мектеп жас ұрпаққа білім береді. Шағырлойдың 11 жылдық мектебі мен Көздіқараның Қарагөз балаларын оқытатын негізгі мектеп шәкірттерді шыңдауда. Медицина саласы бойынша дәрігерлік амбулатория, мәдениет үйі мен кітапхана да ауылдастарға тигізер шапағаты мол. Боз кілемде белдескен балуандар мен әйгілі болған ауылдың абыройы асқақ. Жас ұрпақ аман болса, әлі биікке жете беретіндігіне сенім зор. Самғай бер, Саройым.